Қазақ жақсы азаматты мақтағанда бір сөзді уәдеге берік деп баға берген. Ондай адамды ерекше құрметтеген. Адамгершіліктің алтын тұғырынан таймай берген уәдесін орындау әр азаматтың борышы әрі міндеті. Ал сөзінде тұрмайтын адамдардан ел бойын аулақ ұстап, оның сөзіне де, ісіне де сенімсіздікпен қараған. Демек, уәде беру, оны бұлжытпай орындау, ұлттық намыс пен қасиетті үлгі өнегемен тікелей байланысты. Ұлы бабамыз Абай сөзге, уәдеге беріктікті асыл адам айнымас, бір бетінен қайырылмас деп жырға қосқан. Құдай атынан берілетін уәде жай айтыла салатын құрғақ сөз емес. Ол адалдық пен адамдықтың айғағындай ұлы сөз.